Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге үй жағдайында пеште пісетін күлшенанның рецептімен бөлісемін. Үйде бар қарапайым заттармен жасалады. Лөпілдек жұп-жұмсақ болып піседі. Ең алдымен ыдысымызға суымызды қойып жылытпалап аламыз. 3 шай ас қасық ашытқымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Кейін тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, сары майымызды құямыз. Кейін міндетті түрде илектен өткізіп, ұнымызды саламыз. Ұнымызды сала отырып, жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болуы керек. Кейін бетіне сұйық майымызды жағып, егер де оның тезірек көтерілсін десеңіз, астына ыстық су құйып, ұнымызды үстіне қойып қоямыз. Немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қоюларыңызға болады. Менің қамырым жарты сағатта көтерілді. Ұнымызды сеуе отырып, қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді табамызға пергамент қағазын қойып, күлшенанымызды қолымыздың көмегімен дөңгелектеп аламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Күлшенанымызды 20 минутқа көтерілтіп қоямыз. Және саусақтарымыздың көмегімен осындай әдемі қылып узор жасаймыз. Кейін жұмыртқамызды жағамыз. Одан кейін күнжутымызды себеміз. Пеште 20-25 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Міне күлшенандарымыз пісіп дайын болды. Осындай жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындауға сіздерге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Рахмет.